Достар, барлығыңызға сәлем, сіздермен мен Жібек. Бүгін бізде видео анпакинг немесе хол видеосы. Бүгін Италиядан заказ берген кейбір заттарым келді. Сондықтан да осындай видео түсірейін деп шештім. Ал ендеше бастайық. Бірінші бізде Tommy Hilfiger. Үлкеннен бастайық. Бұл жерде бізде спортивная двойка. Мына жерінде тек эмблемасы бар. Астына мына жерде темно-синий, ақ және қызыл түсті сызықтар бар. Қазіргі көктем мезгіліне өте күшті. Бұны мен осы Шымкенттен алдым. Және де осындай асты. Темно-синий, бірақ маған белі кішкене үлкендеу. Астында тоже мынадай сызықтар бар. Маған өте қатты ұнады. Мен бұны бізден 28 мыңға алдым, ал Алматыда қазір бізде 98 мыңнан сатады екен. Итак, келесі бізде тоже Tommy Hilfiger, но бізде уже футболка. Мынадай ақ футболка. Алдында ешқандай жазу жоқ, тек эмблема. И артында Hilfiger деген жазу бар. Келесі бізде Алибековтан футболка. Бұл уже маған сыйлық ағамнан. Тарам! Қоңырат деген футболка. Кстати, менің руым қоңырат. Бәрі біледі деген ойдамын бұл футболкаларды. Келесі бізде Келвиннан спортивный шалбар алған болатынмын. Тоже осы Шымкенттен. Осындай қара спортивный шалбар. Мен өзім машина дейтін болғаннан кейін в основном осындай киімдер аламын, чтобы ыңғайлы болу үшін. И маған қатты ұнағаны бұл жерде вроде обычный қара шалбар, но мына жерінде мындай жазуы бар Келвин деген. Осымен өте әдемі болып тұрады. Так, ендігі кезекте бізде уже Louis Vuitton. Бұл екеуінде мен Миланнан, Европадан заказ бердім байер арқылы. Так, бірінші үлкеннен бастайық. Бұл жерде бізде рюкзак. Мынадай рюкзак. Білмеймін, просто ұнатып қалдым. Мен саяхатқа шыққан кезде жалпы күнделіктіге өте ыңғайлы. Бізде чек киім бар. Келесі бізде тоже Louis Vuittonнан кішкентай пакет. Бұл бізде уже браслет. Осындай браслет. Мына жағында тағы Louis Vuitton браслет. Бұл менің үшінші браслетім Louis Vuittonнан. Біріншісі мен жоғалтып алдым, екіншісі мынау и үшіншісі мынау. Бұның да чегі бар. И мен бұны 158 мыңға алдым. Кстати, мына жердегі барлығын мен өзімнің ақшама алдым. Келесі давайте аяқ киімдерге көшейік. Мына заттар уже бітті. Ендігі аяқ киім. Бұны да мен Италиядан заказ бердім. Байер арқылы заказ берген мына Louis Vuitton и мына аяқ киім. Balmain брендінің аяқ киімі, кроссовки. Оны өте қатты ұнады. Именно осы брендтің енді ақ кроссовкені алғым келіп жүр. Мен, кстати, бұны уже бір-екі мәрте кидім. Өте ыңғайлы, өте күшті. Любой киіммен жараса береді. Келесі соңғы зат қазір көрсететінім. Бұл тоже аяқ киім. Nike'тан кроссовки. Шымкент қаласынан алдым. Бізде плазада бар. Спортивный аяқ киім. Өте ыңғайлы. Тоже спорттық киімдермен өте күшті кетеді. Болды. Осымен бітті. Барлық заттарым көрсеттім. Осы 2 аптаның ішінде алған заттарым. Просто мына заттарым Европадан келгенін күтіп қалдым. Осымен видеоны аяқтаймын. Сіздермен болған мен Жібек. И всем пока!